Үкі неге қараңғыда ұшады? Ал қызыл шапағын шашыратып, көкжиектен күн көтеріледі. Күннің шуағына мамырлаған жан-жануарлар керіліп, созылып, еркін тыныс алып, қуанышқа бөленеді. Бұл құбылыс ағаш діңінің қуысында жатқан үкінің ызасын келтіреді. Тышқан мұжығандай күнді бұрып, талқанын шығарайын. Айтқанымды істеймін, аяушылық жасамаймын, дейді бұл. Расында да, үкінің түн ішінде ешбір кедергісіз ойына келгенін істей беретін әдеті бар еді. Енді ол күнді қиратамын деп, алға ұмтыла бергенде басын тасқа соғып алады. Тұмсығы талқандалып, қанаты мертігеді. Енді қуыста жатып алып, күнді құртудың амалын ойлайды. Ақыры айла тапты. Солай істесе күннен құтылары анық. Сөйтіп, екі көзін тас қып жұмыпты. Басын арт жағына бұрып, қанатының астындағы қалың мамықтың арасына көміп жіберді де, күнді қараңғылыққа батырдым деп ойлайды. Бұл әдісіне өзі марқайды. Ал аспандағы күн болса, барған сайын өрлеп жоғарылай берді. Үкінің көзі қараңғы әлемде қала берді. Күнді мадақтап сайраған құстардың әдемі әуені үкінің басын айналдырды. Өзі бұрынғыдан бетер қымтана түсіп, көзін жұма берді. Мейлі, шулай беріңдер. Бәрібір мен күннің құдіретін мойындамаймын. Әлемде қараңғылықтан қасиетті ештеңе жоқ, дейді ол. Сөйтіп үкі өмір бақи қараңғыда ғана сыртқа шығатын болып қалыпты. Оның күнді көргісі келмеген қылығы үшін осындай жазаға ұшыраған деседі.